Ассаляму алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам ве шындықы дақаға бойлы мәлумат. Жұмхуретнің санайы сасына насыл қол тұтылacak. Операция кечірілген одадан онлайн яйынлав. Мемлекетіміздің тебетчілері насыл етіп тәжірибелерінен пайлашалар. Жұмхуретіміздің қайсы регионлары бір елға суынен темен етілежек. Қырым шафаханелерінден қайсы бұрыне танылған мүкемелік севесі берілді. Yol çukurları yok etili en alçak göstergeç ne yerde? Kırımның санай müesseselerine kol tutuv boyunca çerilerini bugün Sergey Aksyonov Rusya ile Şadımları Birliği'nin prezidenti Aleksandr Shakhin'nin ve Kırım Cumhuriyeti'nin iş buyurucuları Birleşmesi'nin reisi Aleksandr Batalin'nin kuruşuv geçirgen vakit müzakere etti. Kırım yol başçısı kaydetti ki Cumhuriyet ve Rusya Federasyası'nın hakimiyetleri regionun sanay sahasına kol tutmak için bir sıra çerelerini işlep çıkaracak. Bugün müesseseler toldurulğanı xadimlerge çeşit imtiyazlar ve modernizatsiyaga maliye ayrılı vaqta söz yürsetili. Сегодня уровень загрузки предприятий, в первую очередь промышленных, около 60% по республике Крым. Конечно, этого недостаточно. То есть мы понимаем, то есть сегодня компетенции есть. Могу сказать, что большинство предприятий сохранили квалифицированных сотрудников. Денег на модернизацию, к сожалению, не хватает. То есть ряд программ, с учетом, что Крым как санкционный регион пока еще в полном объеме не работают. Боненбурге Сергей Аксенов қайдатты ки Rusya Федерациясының hakimiyeti Қырымның санай сahasына қол тұту фонды яратылу вақында қарар қабыл етті. Адресная помощь каждому предприятию в случае, если мы видим, что гарантированно предприятие сможет модернизировать свое производство, деньги будут целевые и срок будет соответственно, то есть все мероприятия выполнены, такую поддержку получим. Қырымда август айында 100 беңден зияде квадрат метр yol ямалды. Бұақта Қырым Жұмхуреті ішкі саясет мәлімат ве бақ везірлігінің матбуат қызметі хабареті ве Қырым автодоры дәресіне саслана. Девлет müessesesінде қайды тейлер ке ең чуқ-чуқур Ахметчет, Джурче ве Ахмезжет районларында ямалды. Бедерілген ішлерінің умуми көлемі бұл районларда 40 бен квадрат метріні тешкілетті. Ялта ве Алушты шерлерінде қарарнен 2 бен квадрат метр чуқур тегізленді. Бұл Қырым бойынша ең алчақ көстергіч. Шевелері араба юларының вазеті қанда Сергей Аксенов бойле деген ады. Региональ елар ноқтайы назарындан bizim бүгінге en büyük meselemiz. Normativlerge uygun kelmen alda bulungan yıllar 80%'dır. Mında milli lehalar boyunca bizge 2024 senegece tahminen 80 milyard ruble ayırıldı ve biz 2000'ge yakın kilometr yol tamir etmek gerekmiz. Bu elbet bir kısım. Kırım Cumhuriyeti'nde yollarının uzunluğu 14.000 kilometrini teşkil etti. Норвегия сакені Хендрик Вебер Авропалылар үшін Крымна шадлы китабыны нешіратты. Анда 2014 сене анан вақалары, яғни Крым Рус еркенына кіргені ачықлана. Китапның мөлефі халық дипломатиясы деген жема тешкілятының ребері Крымға 12 кере келген вет Донбасны зиярет еткен ады. 2014 сенеден берлі Авропа мемлекетлеріні ярмадамыз ақында аннексия созунден вазгечмеге чағыра. Нешірде Оскозонен көрген Жұмхуретінің яшайшы ақында тариф етек китапның бөліклерінден бұры Қырым татарларға бағышлана. Мен Қырымға әрсефер келгенде Қырым татарлар яшаған ерге бақмаға тырышам. Руслан Балбекнен Қырым муфтисінен ве бұ халқының башқа векіллерінен көріштім. Мен әр вақыт соқықларда, таксиде, түканда ади адамлардан яшайшыныз насыл, неденіштірмеге істейсіңіз. Ве Русия яда Украина девірінде гүзелже яшадыңыз деп сорайым. Мен оларының құрлағанını көрмейім. Олар ичун бала бақчалар мектеплер құрыла. Әмді Қырым татар тілі девлет тілі олды. Олар 24 ел девамында Жұма Жами ақында арзу етеділер. Тек Русияда бұл мақсадлар үшін ер ве пара айырылды. Қырымның Женебе ялысы ве Ахмезжет суынен бұр сенеге темен атылды. Бұақта Жұмхуретінің су қожалығы ве мелиорация бойынша Девлет комитетінің рейсі Игорь Вайль хабаратта. Қырымның 6 суан бары кечкен сенеге баққанда 4 миллион кубометрге зияде су топладылар.
Сув анбарлары 60%-га толу ве толдырылып девам эте. Бу кечкен сенеге баққанда 17 миллион кубометрге зиядедір. Бу сув анбарлардаки сув едегі Қырымның Женуби ялысында ве Ахмезжетте олған хасабаларыны сувнен темин етмек үшін етіжек. Санкт-Петербургтан келген мутахассислар Қырым экімлерінен тәжірибелерінен пайлаштылар. Ефетова адына Жұмғри онкодиспансерде ярмада сәкенлері үшін эндоскопияда инновацион технологияларының қоланмасы бойынша мастер-класс өткерілді. Шымали пайтақтындан келген экімлер өзлерінен мақсус донатмалар кетірділер. Ичкі мүчелерінің диагностикасы онлайн режимде олып кешті. Амелият одасындан мұғбіріміз Айша Шулакова тариф ете. Амелият масасында умуми наркоз ile 72 яшлы эр киши ятай. Якында экимлер onun акжигеринде балабан шишик таптылар. Onun için биопсия пробалары ади усулунен алынмады. Хастага юксек технологик бакув керек. Пациент достаточно тяжелый, поэтому постараюсь максимально быстро выполнить функцию. Санкт-Петербургтан келген етекчі пульмонолог Игорь Васильев Қырым иждешлеріне эндосомографик тәртібінің ішіні көстере. Бұл инновацион технологиялар УЗИ камераның бірікмесі. Веерообразным путем получаем вот этот вот материал. Хастаға бронхоскоп көрсетіле. Әрбір әрекетні экім 12 мм жест мониторда көре. Бұл диагностикада бұйық бір адым сайыла. Под наведением ультразвука проводится игла, выполняется функция. Это позволяет избежать пациенту разрезов на шее, которые медиастиноскопия так называемая, и установить диагноз практически в 90% случаев. Русияның медени пайтақтынан келген мутахассислар өзлерінен кетірген земаневи донатмаларда онкодиспансер хадимлері үшін арасыра мастер-класслар өткерелер. Бұл эпс амелият одасындан онлайн шекілде көстереле. Поприветствовать наших специалистов еще раз. Это представители из города Санкт-Петербург. Русияда эндосомографик донатмаларда араштырмалар 10 ел евелсе өткеріліп башланды. Бұл палы аппарат Қырымда бөлешей да йоқ, ләкин энді азыр мутахассислар бар. Планируется, что в следующем году в онкодиспансер поступит данное оборудование новейшее, экспертного класса. И, соответственно, уже мы со следующего года планируем начать такие вот процедуры. Мастер-класс конференция черчевесінде өткеріле. Эндоскопияда инновацион технологияларының қоланылуына бағышланды. Амелияттан ғайры экимлерінің Русиядегі етекчі мутахассисларының марузалары ве земаневи донатмаларының сергісі беклей. Айша Шулакова, Виталий Голубев, Милет үшін. Судақ янында суға батқан катерде адамлар сайсы нормадан зияде еді. Бұақта Ространснадзор идаресі хабаратта. Қаза юзберген вақытта кемеде 13 адам бар еді. Бұл 12 yolcu ве бір инсан экипаж азасы. Гемі весиқалары бойынша камелот кечік көлемлі гемісінде 12 адамдан зияде олмамақ керек. Яғни yolcular 11 адам ве бір экипаж азасы. Камелот Меганың бұрыны яқын ерде сәлден 200 метр ұзақлықта сентябрь 5 күні батты. Қазадан сон бор yolcu ғайып болды. Қалған адамлар құртарылды. Кележе күні МЧС қызметінің қадимлері ғайып болған қадының жеседін таптылар. Катер батқанын себебі ярамай ава олды. Сентябрьнің 6 күні тақиқат комитеті женай ишачты гемінің айдавжысы шу күні апске алынды. Қазаның себеплері аляда белгілене. Қырымда скутер үстіндегі осмыр аяқмашына айдавжысынен чатышты. Нәтижеде аяқмашына жы вефат етті. Бұл 80 яшлы еркіш еді. Полис хадимлері бұл ел нақлет қазасы бойынша тешкерулер кечерелер қаза еді қойу районын Багирова көйінде юз берді. Евелкі мәліматларға көре мопедінің 15 яшлы айдавжысы нақлетіні дәреті поламады ве адамға ұрылды. Құртарыжылар, яңғынжылар ве орманжылар судақта яңғын сөндірілівіні девам етелер. Бүгін судақта ерлешкен Гулер вадисінде орман туташты. Бұл судақтан алушты тарafқа чықыш ерде. Бұақта шернан сәкіна Александр Мальцев өз Facebook сәйфесінде хабаратты. В долине Рос горит. Пожарный внизу, но все тщетно, не достать. Нарколабораторияда алхимия анда федераль қавсызлық қызметінің хадимлері полис хадимлерінен берабер 7 килодан зияде синтетик наркотик таптылар. Олар емде наркотиклер япылығы үшін донатма таптылар. Бұл реактивлер қарыштырылмасы үшін электрикалетлер, қоқу ве газ чекеншелер, жам сауытлар, теразе.
Чекіп алынған шелерін экспертизаға юладылар, тапылманын умуми фияты ең аздан 8,5 миллион рублені тешкілете. Бұл вақытта ФСБ қадимлері қабері тілер лабораторияның сайбой ақыланды ве 2 айға апсетілді. Бұл 39 яшлы ерлі сакен олды, оңа қаршы жинайы іш açılды. Керечтеве Едіқұю районында ұлы ватан жынқы деварыне айт 12 авиабомба МЧС пиротехниклерінен зарарсыз алға кетірілді. Бұлақта Қырым Жұмхұреті бойынша Русия февколяде вазетлер везірлігінің идаресі хабаратты. Құртарыжылар тәнленгенлеріне көре 1 килолық 10 снаряд, немсе авиабомбалар адар. Оларны тамамшу ерде зарарсыз алға кетірділер. Қалған 2 снаряд совет авиацион бомбалары. Оларның ағырлығы 12,5 кило. Бомбаларны мақсус полигонларға алып кеттілер ве анда юқ еттілер. Умумен елнын башындан берле МЧС пиротехниклері Қырымда 18 беңден зияде патлай білген тапылманы зарарсыз алға кетірділер. Сақшеріндегі Пирогов адына арби клиник шифахане Русия деве Авропада ең яқшылардан бір олда. Кечкен сене милли курорт бірлігінің классификациясы бойынша о премиум класс деген статусын әлде етті. Бұл сене кефет идаренің Авропа фонды қимет кескенне көре. Санаторий 5 йылдызлы олды вет танылған мүкемелік севесіне чықты. Бүгін ең ескі шифахане насыл чалышқана қынданев беті келіп қамыз. Федор Глубик белі ағырғанына шикает ете бұғының космик ордуларда 40 ел çalışқанының нәтижесідір. Работа с личным составом, занятия спортом. То есть, безусловно, это просто так не проходит, это дает знать о себе. Вуджетнын машина кебі бақмақ тедавилемек керек деп шақалаша Федор. Пирогов адына шифаханеге Санкт-Петербургтан екінже керек келемінде о тедавилев гимнастиканен оғраша вебел ағыртысы қала. В прошлом году приезжал, эффект очень хороший. Вот, и в этом году решил повторить, фактически хватает на год. Хасталар межгулиетлерні экзар донатмасында бежерелер олар бұғымлар, юрек дамар, урология ве гинекология хасталықларында тевсие етілі. Этот вид лечения является самым востребованным. Эта установка, она многофункциональная и направлена прежде всего на лечение опорно-двигательного аппарата. Олег Лукевич Смоленск шерінден 10 елдан берлі келемінде артрит себебінден келіп чықты. Чешет елларнен тедавилене беден межгулиетлер электро- ве магнит терапия ярдымыны көре. Мисал үшін бұл турботронда. Турботронда магнитлер қан юревіні доғырта, дамарлар кеңлеші ве ағырты олған ерлерге қан етіп бара. У меня есть это колени, да, то есть там нарушились периферийные кровяные снабжения. А сейчас с помощью магнитов они ее, так сказать, расширяют. И заметно боль проходит. Буйсе спа-капсула Ольга Сычева кечкен процедура ламинарияның сарылув. Деп адлана. Бу денес осумлюгы денес капустасы кибы белли. Это очень приятная процедура, она действительно расслабляет. Здесь хромотерапия, то есть первая процедура, которая идет, это подводный массаж и освещение разными цветами, разным цветом. Спа-капсула эмді стресслерге қаршы терапия оларақ чалыша. Бұндан ғайры косметик эмді терапевтик джейтен тесіреті. Улучшение кровообращения, лимфодренаж, обертывание ламинарий способствует глубокой детоксикации организма, выводит токсины, шлаки. Бойле шекілді Ольга скрабирование яны темізленуге азырлана. Бұ шифаханеде қадын эм тедавилене эм гузелленмеге тырыша. Энді 7 елдан берлі сақ шифаханесіні сече. Очень хорошее лечение, у меня болит спина, а лечения в санатории мне хватает уже практически на год. Я живу здоровой жизнью. Сақ шәрінді Пирогов адына арби клиник шифахане 200 ел қадар чалыша. 2004 сене мында 400 нусха яны донатма кетірілді. С переходом в Российскую Федерацию, конечно, нам пришлось полностью обновить всю диагностическую и лечебную базу. То есть оснащение новейшее. Шифаханенің құсусиеті шундаки тедавиленовде уникаль табиат ве инновацион технологиялар бірлештіріле. Ең популяр ве талап етілген процедура чамур ванналар. Бу ерде атта мермер ванналары сақылы. Оларны тап 19 асырда қоллана еділер. Шифалы рапы балчығыны сақ гөлінден чықаралар. Шифахане территориясында термаль минераль су чоқрағы бар. Шифаханенің 50-ден зияде мүкафаты бар. Здравница адлы умум Русия форумында 8 медаль әлді етілді. Кефиет бойынша Авропа фонды шифаханені мүккемел деп таныды. Ве она 5 йылдыз категориясыны берді.
На сегодняшний день мы самый востребованный санаторий на территории не только Крыма, Российской Федерации, но и на постсоветском пространстве. И мы принимаем пациентов из 60 стран мира. Бүгін шифахане санатор курорт тедавилев веттебе реабилитация сааларында мувахиет или чалыша. Бунин берабер хасталар için медини eglenje программа инкишаф этале. Сонки янылыкларындан бірі 3D лазер шоусы олган светодинамик Чешме. Как раз приурочили это открытие к празднованию 5-летия со дня вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации и назвали этот фонтан дружбы народов. Яз акшамлары бу Чешме янында жанлы музыка янгырай. Оны саксофончы Рустем Каюмов ижра етті. Сақ шеріндегі Пирогов адына Арби клиник шифахане елда 12 ай чалыша ве 170 чеші тедавилев хызмет костере. Султания Истакаева, Фатиме Сейдаметова, Дмитрий Низовой, Миллетычун. Қырым Жұмхуриетінің февқоляде вазетлер везірлігі ярмадада ава бозылажаға Қытайлан ақтайлар бір сутка девамында Шымали шарқы ел бір санеде 17-22 метрге жесежек. Реклам шетлері электрик хаттылар ве бұйық тереклерге яқын келмеге ясақ етілі. Евлерде епсі пенжерелеріні қапатмақ, балконлардан епсі шелеріні сақламақ тевсие етілі. Кечкен ратлық күнлері көчлі ел ве 6 бал фуртуна алғаны себебінден 6 адам ілі қолда. МЧС қадемлері денізде юынманыз деп приджаетелер. Вместе адлы 19-й халқара телекинофорум оз ішіні екунледі. Штиракчилер ве жюри азаларындан кинокастерувлер, ижади көрішівлер ве мастер-класслар тетбірнің программасы тұғын еді. Вместе адлы форум бұте қызыл ел ве елдызлар алиясы дегіл бұ эмде музыкали деби көрішівлер ве фотосергілердір. Бұтын авта девамында Ялта шерінің ялы бұында кино ве телевизион меркезі олды. Бұ елі форумда 100 елі инсан іштирак етті. Бұл дүниядаки 26 мемлекетінің векілері топланды. Бұл Арменистан, Аргентина, Русия, Алмания, Испания, Индистан, Гайхистан ве Португалиядан келгенлер олды. Шымдықыда қаға бөпсі қаберлер кележек енімізні 21 бұчықта қачырманыз. Қайырлы күнлер.